оқушылар? Жақсы махаббат? Жақсы. Ақылбек? Өте жақсы. Сұлтан? Өте керемет. Рахмат. Жақсы, барлығымыз көңіл-күйіміз өте жақсы керемет болса, осындай көңіл-күймен сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Оқушылар, бүгінгі күнімізді жазып, сабағымыздың тақырыбымен танысайық. Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. Ал бүгінгі біздің сабағымызда қарастырамыз санның жуық мәнін ұғымымен танысып меңгереміз. Санның жуық мәнін ұғымын меңгереміз. Ондық бөлшектерді берілген разрядқа дейін дөңгелектейміз. Жарай ма? Болып барады? Әрмен қарай сабағымызды жалғастырамыз. Санды дөңгелектеу дегеніміз оның дәл мәнін жуықтап алуды. Яғни санды дөңгелектер жуықтап алынған мәнді қандай белгімен белгілейміз? Жуық теңдігі белгісімен белгілейміз. Дәптерімізге көшіп салып қойсақ болады. Жуық теңгісін және жуықтап алғанда деп оқимыз. Мысалға 9,334 деген ондық бөлшекті жуық мәнмен нешеге келгенбіз? 9,334 алғанда мәнін табады екенбіз. 9,3. Жақсы, әрмен қарай ондық бөлшекті қандай да бір үлес разрядына дейін дөңгелектеу үшін дөңгелектенетін үлес разрядының оң жағындағы дөңгелектенетін үлес разрядының оң жағындағы барлық цифрларды тастау керек. Егер алып тасталынатын цифр, бірінші цифр, мына алып тасталынатын бірінші цифр дегеніміз мына соңындағы цифрға яғни 0, 1, 2, 3 болатын болса, онда бізде осы сол жағындағы деген мінекей, бұл мына сандар ғой, цифрлар істемейді екен, өзгеріссіз қалады екен. Сонда жуық мәні 9,131 жуық мәні нешеге тең болады? 9,3-ге тең болады. Сонда келесі рақым 9,118 жуық мәні нешеге тең болады екен? 9,3-ге. Демек, бұның алып тасталынатын сандардың барлығы нешеге тең екен? Қандай сандар екен? 9,10-ға. Алып тасталынатын сандары 0, 1, 2, 3, 4 сандары болғандықтан олардың жуық мәні нешеге тең болып тұр? Бұл жерде 9,10-ға. Егер алып тасталынатын бірінші цифры 5, 6, 7, 8 цифрлары болатын болса, онда цифрді сол үлес разрядының бір-біріне айналу керек деп айтамыз. Онда бөлшекті артығымен жуықтап алу дегенді білдіреді. 0,315 жуық мәні артығымен алатын болса, 0,1 ал соңғы алып тасталынатын сандарды назар аударсақ 5, 6, 7, 8 сандар. 5, 6, 7, 8, 9 деген цифрлары болғандықтан олардың сол үлес разрядын бір-бірлікпен істейміз. Аттарымызда бізде жуықтап алғандағы мәндері нешеге тең болады? 1,3 тең болады. Жақсы, әрі қарай бөлшекті оған жақынырақ натурал сан немесе нөлмен алмастыруды бөлшекті бүтінге дейін дөңгелектеу деп аталады. Бұл жерде 23,51-дің бүтінге дейін жуық мәні 25-ге тең деп аламыз. Ал 7,7-ге енді біздер 100-ге дейін жуықтау, 10-ға дейін жуықтау үлесті қарастырамыз дедік. 25,473-ті 100-ге дейін ғана жуықтайтын болса, оның мәні 25,477. Соңғы 3 деген цифрдан бізде өзгеріс ешқандай бірге анықталмайды, өзгеріс қалады. Келесі 16,10-16,6 мәні 16,5-ге дейін жуықтайтын болғандықтан ол нешеге болады? 685. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақта сонымен 0, 1, 2, 3, 4 деген сандарды алып тасталынатын болса, онда өзгеріссіз. Егер де 5, 6, 7, 8, 9 деген цифрлармен аяқталатын алып тасталынатын
6, 7, 8, 9 деген сандармен аяқ алып тасталатын сан сол сандар болатын болса, не істейміз? Бір бірлікке арттырамыз. Жақсы, әрі қарай. Жеке жұмыс онда оқып керек. Машалла, бізде 984 есеп. Бірінші, онда өстіп 4,128 дегенді жазуға кім келеді? 4,128-ді Махаббат келе алады тағы. 4,128-ді 0,124 Сұлтан келе алады. 0,124-ді жоқтауға келесі. 2,473 жоқтауға Ерлан келе алады. 9,260 жоқтауға Гүлжанға келе алады. Ал әзірше осы оқушылардың жоқтаған мәлімет қараш шансым аламын. Дұрыс болса жатырмайды, сабақсыз түсініп әдейден. Ал 4,128 жоқ мәлі 4,16 дейді. Кесеміз бі? Дұрыс, тағы келесі. Тағы бар ма? Орыннан мен орындап болын деген ұлыстар болса, маңы көзелеген ал оқиғым, Сұлтан оқиғыш? Мұқтаған кезде ондай жөріп келесі, мен ғана оқиғым. Действительно, жақсы ол. Келесі, енді бізде 9,4 дегенді жоқтауға, бұл жаққа келеміз. 9,4 мұнан 260 жоқтауға келеміз. 9,4 мұнан 260. Жақсы, келесі жүздікке. Жүздікті жоқтауға қарастыра берейік жолымыздан. Ондықты, мына кім Мансұр жүріпті, енді сен мені қарайсың. Жүздікпен жоқтауға қарастырамыз, жүздікпен. Бірақ маған жүздікке жоқтауға қарастырайық. Жүздікпен жоқтауға кім келгісі келеді тақтаға? Әмина, 0,4 мұнан 214-ке жағдың бар. Ақылы және ақылы келем. Жүздікпен айтыр 8 бүтін мұнан 8 бүтін 10 мұнан қойып 7300 жоқтауға келем. Жақсы, Әмина оқимыз? Нөл бүтін, мұнан 214-ті жоқтағанда мәнге қарайшы. 0,121 дейді. Әминамен келсемді? Жақсы, жарайды. Әмина отырауы. Ал келесі. Қыздырық мәнге. Жақсы отырауы. Келесі. Ақтек. Тексек тұрасына. Келем. Сен мұныққа бастасын жауап мұнықты. Мұнықты жауап. Бар ма? Ойынға көтергендеріміз? Әмина бар ма? Ойынға көтергендеріміз? Апай болды. Жақсы. Орынға. Жақсы, келесі. Нешеге 8 бүтін? 174 отырады. 6 бүтін мұнан 236. Жақсы отырады. Келесі. 2 бүтін деген. Мұндан келеді. 5 бүтін соқтыға ғафар келеді. 3 бүтін дегенді. Сұлтан келеді. 3 бүтін. Оғаннан 6,5 сұлтан келеді. Және соңғысына Мансұр келеді. Ал сежетем. Сежетем жағайық. Анамы 10 мұнан. 2 бүтін дегенде. Ана бар, жалғастырайық.
mayda ya minutga дейін ya 3-sini жасаймыз. Ақтек 3 minutga аяқтаған. Дейсіздер ме? Жақсы оқиға күндегі 'Ой, жарайсыңдар.